Сәлем, біздің сүйікті де сүйкімді оқушы дауысы атты подкастымызды сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен қайта көріскенімізге өте қатты қуаныштымыз. Бүгін бізде ерекше түсірілім, біздің негізі әрбір түсіріліміміз өте ерекше өтуде. Әне дегенше оқу жылы да аяқталып қалды. Осыған орай біздің де оқушы дауысы атты подкастымыздың осы оқу жылындағы соңғы түсірілімі. Осыған орай біз осы уақытқа дейін оқыған барлық шығармаларымызды жинақтап, түйіндерімізбен бөлісетін боламыз. Ал ендеше бастайық. Осы уақытқа дейін оқыған шығармалардағы кейіпкерлердің тағдырында қандай ортақ мәселе бар деп ойлайсыңдар? Менің ойымша бұл жақтағы ортақ мәселе ол біріншіден қоғам теңсіздігі және де әділетсіздік, тағы да түсініспеушілік. Себебі бұл жақтағы кейіпкерлер арманына осы мәселелер арқылы жете алмай қалды. Мен ол болысымен өте келісемін. Бұл шығармадағылар ортақ мәселе ол адамның жеке өмірінің болмауы және де өзінің ойын ашық айта алмауы, әлеуметтік теңсіздік, әйел теңсіздігі болуы деп ойлаймын. Мен екі қызбен де өте жақсы келісемін. Және менің ойымша барлық шығармадағы бар зат бұл әр адамның өзінің ішіндегі сұрақтары бар, және осы жол бойынша олар оның жауабын іздеуде. Қыздар, мен сіздермен келісемін. Бұл туындыларда адам тағдырына қоғамның әсері қаншалықты көрінеді? Қоғамның әсері жақсы көрінеді, себебі бұл жақта қоғамның кесірінен және де ескі заңдармен, көзқарастармен арманға жетпеуі және өмірдің күрт өзгеруі байқалады. Адам өмірінде қоғамның әсері өте үлкен деп ойлаймын, себебі адамдар әрдайым біздің арамызда және бізді қоршап тұрады. Және әрине әр кітапта біздің оқыған біздің оқып келе жатқан жол бойынша әр кейіпкерді сипаттайды, және оның арасындағы адамдар әрине әр кейіпкердің өміріне әсері үлкен. Біз подкаст басталғаннан бері осы сөзді айтып келе жатырмыз. Бізді қоршаған бүкіл адамдар біздің ойымызды 180 градусқа өзгертіп жіберуі мүмкін. Біздің оқыған барлық шығармаларымызда бұл оқиға көрсетілген, сипатталған. Осы уақытқа дейін оқыған шығармалардың ішіндегі қай кейіпкер саған ең жақын және неге? Бұл сұраққа өзім бірінші жауап беретін болсам, маған Ирина Рогалеваның «Когда мир становится цветным» шығармасының ішінде Соня деген қыз болды. Соня деген қыз маған ұнаған кейіпкер емес, негізінде ұнамаған кейіпкер ретінде, бірақ соның ойлаусыз шешім қабылдауы, оның әсері, салдары көрсетілгендіктен маған бұл үлкен сабақ болды деуге болады. Маған ең жақын кейіпкер ол Бақытсыз Жамалдағы Жамал деп ойлаймын. Себебі шығармада Жамалдың өзінің өмірі күрт өзгеруі, бақытсыз өмірден қашуы, батылдығы ұнады. Маған менің ең сүйікті кейіпкері менің ойымша бұл әрине Шығаның белгісіндегі, себебі Шыға ол ақылына түрі сай, өте әдемі, ақылды, батыр қыз, мен сияқты. Осы уақытқа дейін оқыған шығармаларымыздың ішіндегі ең жақын болған ол Шыңғыс Айтматовтың «Ақ кеме» шығармасы. Оған себеп болған ол үміттің, нәзіктіктің символы екенін көрсетеді. Ол жақта баланың үміті анық көрсетіледі. Ақ кемедегі баланың арманы мен басқа шығармалардағы кейіпкерлердің үміті арасында қандай ұқсастық бар? Бұл жақта ұқсастық көп деп ойлаймын. Барлық кейіпкердің арманы ол жақсы өмірге жету болды, бірақ кейбір жағдайларға байланысты, мәселелерге байланысты ол арманға жете алмай қалды. Ақ кемедегі балаң және басқа кейіпкерлердің арманы мен үміттері менің ойымша бұл жақта ол өзгеріп тұрды. Әрине баланың үміті ол өте аппақ болып қала береді, бірақ мысалы біз үлкендеу кейіпкерді қарайтын болсақ, олар мысалы бола ма, болмай ма деп ойлады. Бірақ менің ойымша барлығы мен өзім қайталай беретіндей соңында бір жақсы нәрсе күткен шығар деп ойлаймын.
Рэп бе аружан? Жарайды. Иә, ұлбосын Таныр Өстендермен толықтай келсем, барлық кейіпкер, біздің оқыған бүкіл шығармадағы кейіпкер соңында бір жақсылық болады деп сенді, бірақ өкінішке орай ол орын алмады. Махаббат тақырыбы Шұғаның белгісі мен бақытсыз жамалда қалай көрсетілген? Бұл жақта шынайы махаббат көрсетілген, бірақ та екеуінің екі шығармадағы мәселе екі адамның өмірін өзгертті деп айтуға болады, себебі екі шығармадағы шынайы махаббат соңына дейін бара алмады. Бұл екі кітапта екі махаббат көрсетілген. Біріншісінде ол бай мен кедей, және келесісінде мен ұмытып қалдым, не болды? Бай мен кедей болды. Әйел теңсіз. Және әйел теңсіздігі. Иә. Енді осындай историялар болып тұрады. Біз оны шешуіміз керек. Махаббат тақырыбы Шұғаның белгісі мен бақытсыз жамалда екеуінің арасындағы махаббат жақсы көрсетілген, өйткені екеуінің қалай көрсетілген бе? Қалай көрсетілген деген сұраққа жауап беретін болсақ, екеуінің арасындағы махаббат ұзаққа барған жоқ, өйткені екеуінде әйел теңсіздігі және де бай мен кедей арасында қарама-қайшылық болды. Екеуі соңына дейін бақытты бола алмады. Иә, екі шығарманы махаббат емес, бір әлеуметтік теңсіздік пен әйел теңсіздігі бір байланыстыратын сияқты. Екеуінің арасындағы ұқсастық та осы. Иә. Негізі күшті бір ой айтқым келген, ұмытып қалдым. Кербұғы шығармасындағы табиғат пен адам байланысы басқа туындылармен қалай үндеседі? Айтпаймыз ба? Менің ойымша табиғат пен адам тығыз байланысты. Егер адамға да зардап шегілсе, табиғатқа зардап шегілсе, онда адамға да зардап шегіледі деп ойлаймын. Иә, білмеймін, менің ойымша Кербұғы шығармасы ол осылардың ішіндегі табиғатпен үндескен бір жалғыз туынды сияқты. Ақкеме де бар, Ақкемеде бірақ табиғат баланың қоршаған ортасы ғана бейнеленген. Ал басқа шығармаларда мен табиғатпен үндесетін бір ешқандай оқиғаны байқаған жоқпын. Біздер оқыған шығармаларда әділетсіздік мәселесі қалай көрінеді? Әділетсіздік мәселесі қыз тағдырында, бай мен кедей теңсіздігінде және әлеуметтік тағдырда кездеседі, көрінеді. Біз оқыған шығармаларда әділетсіздік мәселесі әртүрлі формада көрінеді. Билік бойынша және де бай мен кедей арасында және де теңсіздік сол қайталана беретін. Және де өзінің ойын жеткізе алмауы. Сөз еркіндігінің болмауы. Әрлық шығармада теңсіздік және әділетсіздік өте ашылып көрсетілген. Менің ойымша, себебі біз оқырмандар осыны біліп, өмірде осындай да болатынын көруіміз үшін. Ал мен өз ойымды айтып кететін болсам, бақытсыз жамалда әйел теңсіздігі көтерілген, әйелге деген әділетсіздік бейнеленген. Ақкемеде ешкімге зияны тимеген, өзімен өзі өмір сүрген, сол кемеге қарап әкесін аңсаған балаға деген әділетсіздік көрсетілген. Кербұғыда адамдардың адамдықтан айырылуы және табиғатқа деген әділетсіздік көрсетілген. Адамдар Кербұғыда табиғатсыз өмір сүре алмайтындарын, табиғатпен тікелей байланысты екендерін ұмытып, табиғатқа үлкен зиянын тигізді. Шұғаның белгісінде бай мен кедей арасындағы әділетсіздік, яғни теңсіздік, адамдардың бір-біріне тек әлеуметтік жағдайына қарап, адамдықты ұмытқандар бейнеленген. Когда мир становится цветным кітабындағы шығармада Соняның анасына деген әділетсіздігі көрсетілген. Мысалы, бұл бір оқиғаны түймедейді түйедей қылып жібергені, ол да бір әділетсіздік болған сияқты. Кейіпкерлердің қиындықтарға қарсы тұруы бізге қандай сабақ береді? Кейіпкерлердің қиындықтарға қарсы тұру біздерге ол үмітті сақтау, өз құндылықтарды жоғалтпауды және де
әркім өзі үшін және де қоғамның пікірін елемеуді көрсетеді. менің ойымша бұл жақта біз деген, егер біз бір нәрсені қаласақ, біз соны шын жүректен көргіміз келсе, біз оған ұмтылуымыз керек деп ойлаймын. Танырдың сөзімен келісемін. Мен де сендермен келісемін. Ал достар, естеріңізде болса, біз бірінші подкастымыз «Чудо» деген фильмді қараған болатынбыз. Өкінішке орай бұл сұрақтардың ішіне біз оған қатысты сұрақтарды қоспадық, себебі біздің екі сұлу қызымыз ол құрамның ішінде болған жоқ. Ол құрам қазір тарап кетті. Ол құрамда тек Таныр екеуміз ғана болдық. «Чудо» жайлы фильмді айтып кететін болсақ, оның ішіндегі Оггидің бүкіл қиындықтарға қарсы тұруы, оның ата-анасының қиындықтарға қарсы тұруы мен үшін бір үлкен сабақ болған. Мысалы, мен Оггидің орнында болсам, өзім ондай батыл бола алмайтын едім. Ондай түрмен, яғни сабаққа бару мен үшін бір үлкен миссия болатын еді. Мен негізі бүкіл оқыған кітаптардағы кейіпкерлердің бүкіл қиындықтарға төтеп бере алуы мен үшін үлкен сабақ. Бақытсыз Жамал, Шұғаның белгісі, қаншама қиындық, қаншама сөз артынан ерсе де махаббат үшін бәрін жасады, бірақ өкінішке орай оның жемісін көре алмады. Жоқ, бұны айттық. Егер кейіпкерлер бүгінгі заманда өмір сүрсе, олардың тағдыры өзгерер ме еді? Менің ойымша, себебі қазіргі кезде бізде Шұға мен Бақытсыз Жамалға айтатын болсақ, ол жақта қазіргі кезде бізде құқық бар және еркіндік бар, яғни бостандық бар. Қазіргі таңда барлығы менің ойымша жеңіл сияқты көрінеді бұрынғы заман қарағанда. Менің ойымша, егер олар қазіргі таңда өмір сүретін болса, олардың өмірі кардинально бы поменялось. Себебі қазір әрине халық ондай қысымда емес, себебі қазір біз бәріміз интернет бар, 21 ғасыр, бәріміздің қолымызда телефон бар, телевизор, газеті, анау-мынау, және де соларды көріп, менің ойымша, олардың кішкене ойлары басқашалау болатын еді. Менің ойымша, егер осы кейіпкерлер бүгінгі заманда өмір сүрсе, олардың өмірлері түбегейлі өзгерер еді. Өйткені қазіргі таңда құқық, заң, білім саласы өте дамыған. Қыздар, мен сендермен мүмкін келісетін шығармын, бірақ мен өз ойымды айтатын болсам, қазіргі біздің оқыған шығармалардағы кейіпкерлер қазіргі заманда өмір сүрсе, олардың өмірлері мүмкін өзгермейтін деп еді. Себебі қазір заман өзгергенімен адам өзгерген жоқ. Адамның санасына байланысты барлық нәрсе. Әйел теңсіздігі әлі уақытқа дейін бар. Бай мен кедей арасындағы теңсіздік әлі күнге дейін бар. Ешкімі жоқ, туысы жоқ, яғни өкінішке орай жетім балаларға деген қорлық әлі де бар. Білім саласы, интернет барлық жер дамығанымен өкінішке орай адамдар, кейбір адамдар, барлық адамдар емес, кейбір адамдар әлі дамымай қалды. Қыз алып қашу, қалмалыға қызын беріп жіберу, ол әлі күнге дейін бар, өздерің білесіңдер, қаншама оқиға болып жатыр. Бізде құқық, заң болғанымен, ол заңға да құқыққа да бағынбайтын адамдар да бар. Бұның бәрі әрине өкінішке орай. Менің ойымша, бұл шығармаларды жазған авторлар алда осындай болатынын білген сияқты. Нұрсила, мен сенімен келісемін, кешір сөзін бөлген. Бірақ та қазір әйел теңсіздігі болғанымен, қазір бізде заң бар. Орысша айтатын болсам, осындай сөз бар, как в воду глядели. Мағынасы бұл сол кезден біліп тұрған дегенде ғой, осылай болатын примерно білген. Себебі мен бұл сөзді келтіріп жатқаным, ондай адамдар бұрынғы заманда өмір сүрді ме, олардың ұрпақтары бізбен әлі өмір сүріп келе жатыр. Яғни анау мақал бар ғой, бала ұяда не көреді, ұшқанда соны алып ұшады деген. Бірақ әрине әр адамның өз санасына берсін. Ондай адамдар мүмкін аз да шығар, мүмкін біз көрмей де жүрген шығармыз, мүмкін жоқ та шығар. Бірақ бұл әлемде, тем более біздің Қазақстанда ол жағдайлар әлі де жалғасып келе жатыр, өкінішке орай. Бұл туындылар жастарға қандай құндылықтарды үйретеді? Менің ойымша, адамгершілік, арманға әрдайым сену және оған қарай ұмтылу, яғни
қандай да бір жағдай болмасын, әр нәрсені ойланып істеу керек, бірақ та ол арманнан ешқашан бас тартпау және оған әрдайым сену. Менің ойымша әр кітапта оқырмандарға арналған ой бар деп ойлаймын. Және де әрине барлық жерде ол әртүрлі, бірақ жақсы нәрсе үйретеді. Кітап тек жақсы нәрсе үйретеді деп ойлаймын. Менің ойымша бұл туынды жастарға өзінің ойын еркін жеткізу, армандарынан бас тартпауын, қоғамның пікірін естігеннен кейін өз армандарын көбісі бас тартып жатады. Соны осы құндылықты ескеруін көрсетеді. Ал мен өз ойымды айтып кететін болсам, мысалы Бақыт Жамалда, ол болсын, сендер қыздар айтып жатқандай, өз арманынан бас тартпауды үйретеді. Ақ кемеде де солай, жаңағыдай қанша жағдай болсын болмасын, үмітті үзбеу, сол үмітке сенуді үйретеді. Кербұғыда табиғатты аялауды үйретеді. Табиғатты аялаудың өзі бір үлкен қасиет, адамгершілік. Мен сол подкастта айтып кеткенімде, қандай жағдай болмасын, біз адамгершіліктен, адами қасиеттерден ешқашан айырылмауымыз керек, соны үйретеді. Шығанның белгісінде адамның әлеуметтік жағдайы маңызды емес екенін оқыған адам мүмкін түсінетін шығар, себебі адамның ішкі жан дүниесі бай болса, оның сыртқы материалды дүниесі ешқашан маңызды болмаған. Яғни ол адам бай болып тұрып саналы болмаса, оның өзі бір үлкен қасірет. Егер адам бай болып, бірақ оның миы болмаса, онда ақшаның берекесі болмайды. Мүмкін ақшаның берекесі болатын да шығар, бірақ одан адам бақытты болмайды. Оның ішкі жан дүниесі бәрібір пусто болып тұрады. Қоғамды өзгерту үшін осы кейіпкерлердің қайсысының әрекеті үлгі бола алады? Мен ойымша Бақыт Жамалдағы Жамал, себебі ол батыл болды, әрқадан батылдықпен. Бақытсыз Жамалды через телевизор көрсетіп, оған приз берсек, знаете, типа акиматский приз болса дегендей. Если бы ее был бы более популярный, в смысле. Менің ойымша қоғамды өзгерту үшін шыға болды деп ойлаймын. Маған ол Абдрахманмен ол кедей болған үшін әкесі қарсы тұрды, ал ол кедейлігіне қарамай жақсы көрді деп ойлаймын. Ал менің ойымша қоғамды өзгерту үшін, қазір қоғамда баяғыдан айтып келе жатқандай әртүрлі адам өмір сүріп келе жатыр. Соның ішінде Ирина Рогалеваның «Когда мир становится цветным» біздің соңғы оқыған кітабымыз. Соның ішінде жаңағы «Өмірді өзгерткен қоңырау» атты шығармадағы Соняның тірлігі. Соняның тірлігі мен шынымды айтсам қатты жыныма келеді. Қоғамда солай ойланбай, ізін ойламай, артық шешім қабылдап қоятын адамдар өте көп. Мүмкін Соняның сол қылығын, яғни сол тірлігін, сол шығарманы оқыған әрбір адам асық шешім қабылдаудың салдары қандай болатынын түсінетін бе еді мүмкін. Мен ойымша, Нұрсила, сен барынша әлі сол шығармадан шыға алмай жүрген сияқтысың. Әлі шыға алмай жүрдім, шыны керек. Себебі білмеймін, бір ерекше әсер етті сол шығарма. Осы шығармалардың ортақ идеясы қандай деп ойлайсыңдар? Менің ойымша, ортақ идея бұл бізге дейінгі өмір сүрген ата-бабаларымыз, яғни жақсы өмір сүрмеді. Мысалға, қазір бізде бәрі жақсы деп айта алмаймын, бірақ та біз қазір олардан қарағанда кішкене болсын жақсы өмір сүріп жатырмыз. Және ол жақтағы мәселелер, яғни бұрын ол қалыпты мәселе сияқты болып қалыптаса, қазіргі кезде ол менің ойымша қалыпты емес мәселе. Менің ойымша бұл барлық шығармаларда ортақ бір нәрсені ғана табу қиын деп ойлаймын. Өте қиын сұрақ болып тұр өзіме. Осы шығармалардың ортақ бір идеясы сол дәуірдегі қыздардың ауыр күндері және де өзінің ойларын жеткізе алмау деп ойлаймын. Жоқ, менің ойымша тек қыздарға деген теңсіздік пен әлеуметтік теңсіздік те Бақыт Жамал мен Шығанның белгісінде ғана бейнеленген. Енді дұрыс па, бұрыс па мен білмеймін. Бұл шығармалардың барлығының бір ортақ идеясын
білмейді екенмін. Иә, Таныр секілді шынымен қиын сұрақ. Бірақ иә, бақыт шамамен шығған белгісі. Ақ кеме үшеу почти бір-біріне қатты ұқсайды. Барлығы адамға деген адамдардың қоғамның сөздері адамды қалай өзгертеді, адамға деген қалай кесір ететіні көрсетілген. Енді қалған шығармаларды, қалған кітаптарды білмеймін не байланыстыратынын. Мысалы бір 2-3 шығарманы алсақ, оларда бір есть точки соприкосновения, когда их так очень много, это сложно найти прям что-то одно и общее, универсальное. Қосарларыңыз бар ма? Соңғы сұрақ, біздің ерекше сұрақ. Өздеріңіз білетіндей, осы уақытқа дейін біздің подкастта әртүрлі қонақ болды. Егер оны атап айтатын болса, мектеп директорымыз, кітапханашы апайымыз және біздің мектептегі достарымыз. Осылардың ішінде сендерге қай түсірілім ерекше әсер етті? Осылардың ішінде маған ең қатты әсер еткені ол мектеп директорымен бірге отырып подкаст түсіргеніміз. Себебі ол мектеп директоры емес, мұғалім ретінде алсақ, ол өте оқыған, көзі ашық адам деп айтуға болады. Білетіні көп. Тоқыған. Менің ойымша, осы қонақтармен болған подкастымыздың ішіндегі мектеп директор және мектептегі достарымызбен көңілді өткен деп ойлаймын. Өйткені бұл мектеп директорымен өткен подкастымыз, ол адам өткен көп нәрсені көрген, біздерге өзінің қай кітап оқығандарын және де қандай шығармадағы идеяларын барлығын бөліскен еді. Сол ерекше әсер қалдырды. Мен ішінде, бәрін, конечно, понятно. Тоже мектеп директорымен өткен подкаст самый менің любимый, потому что шынымен біздің мектеп директорымыз сондай разносторонний человек екенін көріп тұр, және сол подкастты мен тек қана орысша сөйледім, маған да кішкене басқашалау болды, себебі барлық подкасттарда мен қазақша сөйлеуге тырысамын. Бірақ былай айтсақ, маған барлық подкаст маған өте қатты ұнайды. Әр подкаст темасы әртүрлі болғандықтан өзінің атмосферасы бар деуге болады. Маған да шыны керек директормен түсірген подкаст ерекше әсер қалдырды, бірақ маған бүкіл түсірген подкаст өте ерекше әсер қалдырды. Себебі Таныр айтып отқандай, барлығының тақырыбы әртүрлі, барлығының сезінетін сезімі әртүрлі, әрқайсысы әртүрлі аяқталды мысалы, иә. Бірақ маған ең ерекше әсер қалдырғаны ол Майя Алексеевна мен және Настя Алия болған подкаст өте қатты ерекше. Яғни Кербұғы шығармасын талдаған кезіміз, себебі Майя Алексеевна біріншіден ол бізге өте керемет стол жайып берді. Екіншіден шығармадан бөлек бізге бір күшті сұрақтар қойды, прям бүкілімізді сөйлетіп. Біз себебі байқасаңыздар, алдыңғы подкасттарымызда барлығымыз ресми, тіп-тік отырып сөйлесетін едік. Ал Майя Алексеевна келген кезде біз ашық түрде бір мұғаліммен емес, кітапханашымен емес, менің өзім әжеммен сөйлесіп отқандай болдым. Сондықтан Майя Алексеевнамен түсірген подкаст мен үшін ерекше әсер қалдырды. Бірақ директормен түсірген подкастта, біздің мектептегі достарымызбен түсірген подкастта, барлық подкаст мен үшін өте ерекше, бәрібір ерекше естелік. Түйіндей келе, біздің подкастымыз сіздерге жақсы әсер қалдырды деген үміттеміз. Бұл подкастты жүргізу, бұл подкастта отыру, бұл жоба біздің кітапқа деген қызығушылығымызды арттырды. Және кітапқа деген сүйіспеншілігімізді әр шығарманы оқып, әр шығарманы ішінен бір жақсы түйін алып шығуға тәрбиеледі. Әдеттегідей біз сіздермен қоштаспаймыз, қайта жүздескенше дейміз. Қыркүйек айында дем алып, күш жинап, жаңа деммен орталарыңызға қайта оралатын боламыз. Сау болыңыздар.